Компанияға мен коллойныйға келдім деп. Бірақ мен осы уақытқа шейін бірінші рет айтып тұрмын да. Мен осы ноябрь айында бәріміз жөтелдік дедік, соны ғана айтып жүрмін ғой. Ал енді видеоға келіңдер, сенбейді. Әркім өзінің туған баласын жақын ұстайды. Біздің күшіміз қыздардың балаларына жетеді. Бағып отырғаннан кейін. Содан кейін жаңағы бір қыздікі, бір қыз ұлдікі, төртеуі бірдей жөтелді. Содан мен осы жерден коллойный апардым бердім. Ана үлкеніректерге үлкенірек бердім. Бір қалпақ емес, екі қалпақ емес, кәдімгідей. Іш мынаны басылады деп. Сосын бір екі күннен кейін келін айтады, мама бергеш деп. Сонда енді 2 жастағы ұлдың ана горшокқа отырғызса, ішінен түскен құрттарды көріп, мама мынау не дейді? Мен айттым, мен айтып жүрмін сендерге. Мені тыңдағыларың келмейді. Ол ешқандай да бұған жұқып кеткен еш нәрсе емес. Ковидтің кезінде де ауырғанымыз жоқ, осы менің ананым беріп, мынаны бергеніммен. Енді бұл бұлардан түсіп жатқан паразит. Өйткені менің қасыма жатады, әкесінің қасына жатады, шешесінің қасына жатады, бала баламен жатады, бірінің аузындағыны бір алып ішеді, алып жейді. Ол құрттар әлемі деген ол бізден ақылды. Бірімізден бірімізге микробымыз бар, бактериямыз бар, құртымыз бар. Біз общий құртым түсті 1 ай деп соған қуанамыз. Ол 1 ай ішкен ол түк те емес. Мен шынын айтсам, 18 жыл болды мен ішек қарнымды тазалап келе жатырмын. Менен сымылда дегенде мынандай червилер, аскаридалар түскен. Ол аскаридалар, жаңағы цепендер, жаңағы ішек құрттары, олар ішектің ішінде отырады. Біз асма болып күзде көктемде неге жөтелеміз? Олар да өмір сүргісі келеді. Олар да шектен, мен мына жерді тесіп шығып едім, келесі жерден сол тесіктен кірейін демейді, любой жерді теседі да, сонымен қайтып шекке кіреді. Күніне бір аскарида 30-20 миллиграмм қанын ішіп отырады. Содан біздің анемиямыз содан. Ал енді қараңыз, бұл құрттардың өзінің границасы бар. Қазір мысалы УЗИға барса, айтады, сіздің асқазаныңызда жара бар, у вас гастрит, ойбай язвенный гастрит дейді. Ал енді қарап келсең, біздің Астана 2006 жылы біз өшерге бір не жасағанда, 2006-да именно Астанада тұратын адамдардың бәрінде апистархоз деген балықтың ауруы. Ол асқазанның астында отырады. Ал енді тоғышекте жаңағы жұмыр құрттар отырады. Кішкентай балалардың құйрық тігішекте жаңағы острицалар отырады. Ол острицалар бала ұйықтаған кезде тісін қайрап, именно 2-3 кезінде жыбырлап шығады, балалардың әлгі тепкіге аударылатыны сол құрттардың әсеріне. Ал енді біз бұл жерде әлгі құртымдай құрты түссе, ой болды, 1 ай болды, бұны енді бермей-ақ қой дейміз. Ол дұрыс түсінік емес. Іштеді ма, ішу керек. Бүтін құрттар түскеннен кейін, жаңағы құрттар түскенде біз сияқты кәрілері, боқылар түседі, ана бірінші рет. Скарабля набал дейді да, маслов жүк түсіп баған білмей қалады. Құрттар. Ал енді өз жерде күштілері қалады, во-первых. Во-вторых, олардың біреуі 200 мыңнан жаңа личинка салады, өзінің балаларын туып отырады олар. От сол личинкалар келесі 1 айдан кейін қайтадан өзінің уақыты келгенде анандай болып бәрі өсіп шығады. Соңын біз ойлаймыз, не болды? Ана өткенде ғана тазаланып еді, мынау қайтадан өстіп ауырып қалдым дейміз. Чистканы постоянно жасау керек. Не мысалы өз басым, өзімнен 25 килограмм жоғалттым, мен оған ішім ашымайды, памятім да дұрыс, аяқ қолымда дұрыс, қисайып кеткен артроз артритімде дұрыс, осы өзімді тазалап ішіп жүргенімнен бір, екінші тамақты строго өзім дұрыстап ішемін. Қазіргі сұйық жаман жемеңіздер, ішпеңіздер, алмаңыздар. Оданша қымбат болса да бір әлгі ненің майын алыңыздар. Оливковый алыңыздар. Соның кейін тамаққа ешқашан май қосып қуырып жемеңіздер. Қазіргі майдың қайдан шыққанын айтсам, қазір бәрілеріңіз шығып кетесіздер, оны бөлек айтамын.